Бүгін тағы да қызық басталады. Батылда Арман vs Нұргелді Драгон кімнің әзілдері күшті соңына дейін көріп пікірге жаз. Мынау менің үйім. Сен қарапайым семьядамын деп едің ғой? Қарапайым үй ғой? Сен үйінде бассейн бар ма не? Иә, бәрінің үйінде бассейн бар ғой. Мынау сенің машиналарың ба? Ой, қарапайым машиналар ғой. Мынау понедельник, вторник, среда, четверг. Қалған күндері самолетпен ұшамын. Ал мынау менің фонтаным. Неге қара түсті? Ол қара алтын атқылап жатыр ғой астынан. Қара алтын ол мұнай ғой, мұнай атқылап жатыр астынан. Бәрінде сол ғой. Қарапайым отбасымыз. Бүгін Кристиано Роналдо келіп, қазір біраздан кейін естіп шықты. Біздің үйде қонақтар тамақ дайындашы, золотой лобстер, императорский трюфель, тағы не жейсің? Сен үйінде көмекшілер бар ма не? Иә, бар. Барлық үйде көмекшілер бар ғой, сен үйінде жоқ па не? Менде жоқ. Дұрыстап қарасаңшы, тығылып қалғанша бір жерде бар ғой үйіңде. Сенің ата-анаң сонда немен айналысады? Менің ата-анам қарапайым, мұнаймен айналысады ғой. Мұнай қалай ол сонда? Қалай дегенде? Скоро күзде қара алтын деген кино шығайын деп жатыр ғой. Соны көрсеңші, бірден түсінесің. Тәуелсіздік алған жылдары қазақ жігіттері қалай мұнай бизнесін бағындырғаны туралы. Осы күздің басты бизнес мотивациялық драмасы. Оян қазақ фильмінің режиссері түсірген күшті болайын деп жатыр. 10 қыркүйектен бастап кинода. Осыған екеуміз барайық, мен сен үшін бүкіл залды сатып аламын. Екеуміз ғана отырамыз. Давай барайық. Жүр, мен саған онда үйді көрсетейін. Біз үйде отқан жоқпыз ба? Ой, бұл времянкамыз ғой, мен саған шын үйді көрсетейін, ар жақта тұр. Обед yemiz. Obedga ramen. O'zing ishi. Так. Не понял. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ничего себе. Это моя порция. Тренером работал. Кішкентай бер өзін үлкен алып. Yakaladı ya. Yatağımızı şişirip edince basın. Мам, таныс қойыңыз, сіздің болашақ күйеу балаңыз. Сәлем, Гүлмира апай. Орынбасаров? Орынбасаров, сен менің өмірімдегі ең нашар оқушысың. 9-дан ең көшкен. Сіздер бір-бірлеріңізді танисыздар ма? Бұрынғы сынып жетекшім ғой. Қойшы. Қызымна бүкіл әлемде жігіт құрып қалды ма? Именно мына двойщикпен кездесу керек пе? Жоқ апай, мен қазір өзгергем. Қойшы, шашымның бәрін ағартқан осы сен. Телефоным қайда? Ақшаң көп болса да қиын, е? Қалтаңда ақша толып жүр. Мынау менің машинамның кілті екен ғой, сыртта тұрған. Сен кім болып жұмыс істейсің, е? Мен жұмыс істемеймін. Сен адам болмайтынын білгем. Өйткені мен бизнесменмін ғой. Өз бизнесім бар. Қойшы, құдай білетсен, мектептен кейін оқымағанда шығарсың. Жоқ, оққам. Міне мен диплом бар. Бірақ диплом ба? Дипломдарым деп айтқым келген. Қойшы, бәрібір мен саған қызымды бермеймін. Сенбеймін мен саған. Ал онда мен сізге алып келген сыйлығым не істеймін? Сыйлық? Мен сізге ұстаз 365 KZ сайтына подписка алып берейін дегем. Ол жерде мұғалімдерге қажетті көрнекілік қымызы, слайд, презентация, ойындар барлығы бар. Еще тегін. Әр материалды Қазақстанның үздік мамандар жасаған. Соның арқасында сабаққа дайындалып 5-6 сағатыңыз құртпайсыз. Скачать етіп сабағыңызды өткізе бересіз. Толығырақ білу үшін олардың инстаграмдарына өтіңіз. Соны алғым келіп жүрген. Еще сізге Мальдивке жолдама алдым. Барып демалып келіңіз бір аптаға. Ой, балам, рахмет. Білгем, осы сенен адам шығатын білгем. Бүкіл класста ең сүйікті оқушым осы Орынбасаров болған. Айттым ғой мамаңа дайын деп. Бердім батамды, бақытты болдар. Қыз не қарап отырсың, бар чай қой. Қазір. Алло. Canım ağım be. Uyatın oğlum.
Маршрут перестроен. Lan yok ki beni buraya kovuşacağım. Sen ben niye beni istiyorsun? Beni attıran ağzını. Ana beni niye öyle ki ne var? Tırı düşünüyorsun. Git taktan. Фу, бомж! Oh! Balam енді осы қызды келін қылып аласың. Адам қылып шығарамыз. Үй, кетіңіз дейші мені. Барал келді. Енді мына үстіңдегі кір қожалақ киімді шеш та, мынаны ки. Қазір. О, міне, енді адам болдың. Рахмет, сіздерге киім күшті жарасып тұр. Әй қыз, сен енді ақша табуды үйрену керексің. Бүгіннен бастап бизнеспен айналысасың. Бизнес? Иә, қаламсаптан канцтовар алып, соны сатасың. Қазір сезон. Қаламсап нарықта 30 жыл ең үлкен оптовый поставщиктердің бірі. Минимальный закуп 50 000 теңгеден басталады. Бизнеске, магазинге оптом тиімді бағада тауар ала аласың. Дайын сыйлықтары мен сеттері де бар. Толығырақ білу үшін инстаграмдарына жаз. Рахмет, сіздерге мені адам қылып шығардыңыздар. Сіздер болмасаңыздар бомж болып жүретін едім. Біз сені адам қылдық, ұмытпа. Dişini kaldır, biz çav mekin diyor başlar. Açmış diyor, bakandır diyor. Bu yaktan ağzına önce. Ay, çiçiz. Giyin ağzına insan. Ay çaytın içindir. Bu yaktan ağzına. Ama çıkıptan elin diştiğindir. Tüh ya. Su var mı diyor. Лапа. Қоя саламыз ғой, ештеңе етпейді. Осылай. Давай. Байқамайсың дер ма? Давай. Отан ağzına insan. Hiç açıldı koyayım. Ay, dinay bas. Uyak. Сәлем. Сәлем. Қолыңды берші. Не үшін? Бұл не? Бұл детектор лжи. Мен өтірік айтатын жігіттерден шаршадым. Менің бірнеше сұрақтарыма жауап бер. Бұрын үйленгенсің ба? Жоқ, үйленбегем. Дұрыс. Абьюзер емессің ба? Жоқ, Құдай сақтасын. Маңызды сұрақ. Тортты кімге бересің тойда? Әйеліңе ме, әлде мамаңа ма? Конечно, әйеліме. Мамасының баласы емес екенсің. Зиянды әдеттерің жоқ па? Жоқ, мен арақ ішпей, темекі тартпаймын, ставка тікпеймін. Дұрыс. Что-то подозрительно. Сен қыздардың атына кредит алып сосын жоқ болып кететін шығарсың, иә? Жоқ, ондай емес. Қандай сұрақтар қойып отырсың? Сен кім болып жұмыс істейсің? Мен мұғаліммін. Мұғалім? Ой, сендерде вообще уақыт жоқ қой. Ертең 4 қабырғаға қамалып, еще балалар сен нервыңа тиіп, потом ол ашуыңды менен аласың ғой. Маған внимание бөле алмайсың. Кешір, пока. Ой, тоқта. Қазір олай емес, қазір мұғалімдердің өмірі кәдімгідей жеңілдеген. Ұстаз 365 кезет деген сайт бар емес пе? Ол жерде мұғалімдерге қажетті КМЖ, презентация, слайд, көрнекілік барлығы бар. Және әр материалды Қазақстанның үздік мамандары дайындаған. Сол сайтты қолданып, сен сабаққа 5-6 сағат дайындалуға уақыт күтпайсың. Жүктейсің де қолдана бересің. Толығырақ білу үшін олардың инстаграмдарына өт. Сол үшін қазір менде уақыт бос. Олай болса жақсы. Так, соңғы сұрақ. Сенің неше қызың болды? Біреу. Жоқ, 2-3. 4-5. Жарайды, 7 қызым болды. Понятно, бабник. Папа! A few moments later. Господи, пожалуйста, спаси. Yok oğlum, ne kaçıyorsun benim? Yok oğlum, ne kaçıyorsun? Алло! Ой, ё. Не понял. Е-е-е! Е-е-е!
Осымен бүгінгі вайын батыл аяқталды. Сенің ойыңша кім жеңіске лайық болды? Арман мен Айжан ба, әлде Нұргелді Драгон ба? Пікірге міндетті түрде жаз.